Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін көтерілетін тақырыбымыз 7 сынып курсының ең соңғы тақырыбы ол салу есептері. Салу есептері бізде 128 беттегі тақырып. Біз бір кесінді алсақ, АБ деген кесінді. Сол кесіндінің дәл ортасын тауып бер, ортасындағы нүктені тау десе. Біз онда егер қолымызда сызғыш болып сызғыштың өлшемдерінің бәрі бар болып дұрыс болса, онда бірден өлшейміз да ортасын таба қоюшы едік. Ол өлшем неше болса, соның дәл қақ ортасын табуға болушы еді. Ал бізге қолымызда мүлде мынау жазулардың бәрі өшіп кеткен жағдайда немесе есепте сызғышты қолданбай, өлшемді сызғышты қолданбай ортасын тауып бер деген талаптар болған жағдайда, ондай болса қалай табамыз осы екі кесіндінің ортасын? Ол егер қағаз болса, беттестіріп бүктеуші еді. Бұл қағаз емес, тақта беті болып тұр, мүмкіндік жоқ. Онда біз циркульдің көмегіне жүгінеміз. Басқа да оқу құралдарын қолдануға болады, бірақ біз қазірге циркульдің көмегімен осы кесіндінің дәл ортасын тауып көрейік. Ол үшін мен алам, циркульдің бір жақ басы А ұшын алам да, соны центр етіп алам, ал дәл ортасынан артығырақ радиус алам. Көзбен өлшейміз, ортасынан артығырақ радиус қып, циркульдің ашасын ашамыз. Сосын біз сол радиуспен шеңбер сызамыз. Шеңбер қиылысу керек, келесі шеңбермен деп өлшеп аламыз. Келесі толық сызудың қажет жоқ. Осы радиусты өзгертпестен келесі ұшына қойып, соны центрға екінші шеңберді саламыз. Екінші шеңбермен жаңағы салған шеңберіміз бір нүктелерде қиылысуға тиісті. Ол екі шеңбер қиылысады екі нүктеде. Сол екі нүкте бізге керекті нүкте, сол жеткілікті. Сол екі нүктені аламыздағы біз сызғыш арқылы, түзу сызғыш арқылы, оның әрине өлшемінің керек жоқ, бізге түзу болса болды, міндетті түрде сызғыш болмаса да кез келген түзу нәрсені алып, жаңағы табылған екі нүктені, мына жерден екі нүкте пайда болды, біреу С, екіншісі Д. Сол екі нүктені қоссақ, осы қосқан С-ді кесіндіміз қостық қой, міне. Осы кесінді А, Б кесіндісін қақ екіге бөледі, яғни қиылысқан жері сонда Е деп алсам, мен онда таптым АЕ тең БЕ болатындай Е нүктесін таптым, бірінші нәрсе. Екіншісі, дәл осы кесіндінің ортасын таптым, және ортасына мен перпендикуляр түсіріп алдым. Мынау екі түсіп тұрған кесінді бір-біріне перпендикуляр болады. Сонда екінші бір жолда біз екі нәрсені тауып кеттік. Екіншісі, біз С-ді кесіндісі перпендикуляр АБ кесіндісі екенін таптық. Және ол перпендикуляр, кез келген перпендикуляр емес, ол орта перпендикуляр. Мына жерге жазып қоюға болады, ол орта перпендикуляр деп. Сонда біз кесіндінің қақ ортасын табамыз деп тұрып, тағы да біз орта перпендикулярды жүргізуді үйреніп алдық. Міне, циркульдің көмегімен бұл есепте екі нәрсе білдік. Біреуі кесіндінің ортасын тауып алдық, АБ кесіндінің ортасын Е нүктесін тауып алдық, және АБ кесіндісіне орта перпендикуляр С-дыны да жүргізіп алдық. Бұл есепте біз екі нәрсені қарастырып кеттік. Ал енді екінші есепті қарастырамыз. Екінші есепте бір бұрыш берілген А бұрышы. Сол А бұрышының қақ ортасын, бұрышты қақ бөлетін бисектрисаны тап дейді. Немесе қабырғаларынан бірдей арақашықтықта жатқан нүктені тап дейді. Екеуі бір нәрсе, яғни бисектриса жүргіз деген сөз. Онда осы кез келген бір бұрыш өлшем білмейміз, қолымызда транспортер жоқ. Онда біз осы бұрыштың өлшем білмесек те бұған бисектриса жүргізе алады екенбіз. Ол үшін бізге тағы да циркульдің көмегі керек екен. Сонымен біз циркульді аламыз. Әрине салудың тағы да басқа түрлері бар. Мен өзіме ыңғайлы тәсілді үйрететін болам. Біз циркульді аламыз да кез келген радиуста А нүктесін, төбесі ғой бұрыштың, соны центр етіп алып, шеңбер жүргіземіз. Міне бұл А нүктесін центр еткен бір кез келген радиустағы шеңбер. Шеңбер бұл бізде бұрышты екі нүктеде қиып өтті. Міне, мына нүктесін С деп алсам, мына нүктесін Д деп алам. Міне, екі нүктеде қиды бұрышты, қиылысты бұрыштың қабырғаларымен. Енді
осы бұрыштың қабырғаларымен қиылысқан нүкте бізге керек нүкте. Сол нүктелерді аламыз дағы, міне, екеуінің арасын өлшейміз. Радиус сол СД болады. Міне, радиус бізде СД. Яғни жаңағы тауып алған екі нүктені біз радиус етіп аламыз. Арақашықтық мен циркулдың ашасын дәл сол екі нүктеге келтіріп ашып алып, радиус қылып алдық та, сосын сыны сентіретіп тұрып, бір шеңбер жүргіземіз сыны. Міне, бұлай жүргіземіз. Екіншісі, дәл сол радиусты өзгертпей, келесі Д нүктесін сентіретіп тұрып, екінші шеңберді жүргіземіз. Міне, сол кезде екі шеңбер қиылысты, сол қиылысқан нүкте біз іздеп отырған қабырғаларынан бірдей арақашықта жатқан нүкте екен. Сол нүкте керек, және жаңағы А нүктесі бар бізде төбесі. Сол екеуін қосса, бізде бұрыштың бисектрисасы шығады. Міне. Қосамыз осы екеуін. Міне. Сол кезде бізде Е деп қояйын. Сонда А, Е деген бисектрисасы шығады. Яғни Д, А, Е бұрышы, бұрыш Д, А. Ой. Д, А, Е тең болады бұрыш С, А, Еге. Яғни, осы жердегі бұрыштар тең деген сөз, ол бізде А, Е дегеніміз бисектриса деген сөз. Осылай, А, Е бисектрисасын жүргізіп аламыз. Бізде А, Е, ондай болса, А, Еміз бізде бисектриса. Үшінші есепте үш кесінді берілген. Біз үшбұрыштың қабырғалары дейік. Сол үш қабырғадан бізге үшбұрыш салып бер дейді. Біз үшбұрыштың негізгі қасиетін білеміз. Кез келген екі қабырғасының қосындысы үшіншісінен артық болу керек деген үшбұрыштың қасиетін қанағаттандырып тұрса, біз үшбұрыш сала аламыз. Ол үшін алдымен мен бір кез келген бір кесін сәуле жүргізіп алайын. Сәулені білеміз, басталу нүктесі бар. Аяқталу нүктесі жоқ, түзудің бөлігін біз сәуле деп атаймыз. Мен кез келген сәуле салып алдым. Енді осы сәуленің бойынан, осы үшкесінің кез келген біреуінен алдымен ұзындауын ала берейін. Ұзындауын мен өлшеп алайын. Циркулмен өлшеймін. Өлшемі бірдей болғаннан кейін, сол өлшемді жаңағы сәуленің басталу нүктесін сентірете отырып, қиылысу нүктесін тауып аламын. Яғни осы жерден қиды. Мынау кесінді мына жерге көшіріп әкелдім деген сөз. Келесі екінші басқыш, біз екінші қабырғаға өтеміз. Үшбұрыштың, яғни кесінді ғой, бұл үшбұрыштың қабырғасы болады. Сол өлшеп алам. Сосын бағанағы басталу нүктесінен алып, бір шеңбер сызып қоям осы жерде. Шеңбердің бір бөлігі ғана керек. Енді тағы үшінші кесіндіге барам. Үшінші кесіндіні да радиус қылып өлшеп алам. Өлшеп алған соң бағанағы қиылысқан жер бар ғой. Сол жерді сентіретіп, екінші шеңберді жүргізем. Сонда екі шеңбер қиылысты. Ондай болса бізде іздеп отырған үшбұрышымыз негізінен дайын болып қалды. Үшбұрышта білеміз, үш төбе бар. А төбесі дейік. Мынау қиылысқан бізде Б. Мына екеуінің қиылысып тұрғаны С. Осы А, Б, С үш нүктесін кезегімен қосып шықсақ екі-екіден. Онда бізде үшбұрышымыз пайда болады. Іздеп отырған үшбұрышымызды мен қызыл сызықпен белгілеп сызайын. Мынау Б қабырғасы, Б, С қабырғасы және міне. А, Б қабырғасы бар. А, Б қабырғасы ол сәуленің өз үстінде тұр. Міне біз, яғни осы үш кесінін көшіріп әкеп, үшбұрыш салдық. А, Б, С үшбұрыш. Төртінші есепте бір бұрыш берілген. Осы бұрыштың тура өзін басқа бір жерге көшіріп салу керек. Қолымызда транспортер жоқ. Онда біз циркулдың көмегінде тағы жүгінеміз. Ол үшін циркулдың мынау үшбұрыштың төбесін сентіретіп, мен кез келген радиуста бір шеңбер жүргізем. Міне. Сол шеңбер жүргізгеннен кейін қиылысқан екі нүктені белгілеп алам. Қиылысып тұр екі нүкте, жаңа бұрышпен шеңбердің қиылысқан жері С және Д нүктесі деп белгілеймін. Бұл маған қазір керек болады. Одан кейінгі екінші басқыш, мен тағы да бір сәуле жүргізіп алам. Кез келген бір сәуле. Оның басталу нүктесін О деп қояйын. О Ем деген сәуле жүргіздім.
осы сәуленің бойына біз жаңағы радиустан жаңағы алдыңғы алған радиустағы шеңберді кеп осы сәуленің бойына сызам. Центрі сәуленің бастауын нүктесі етіп шеңбер сыздым. Міне. Содан кейін осы шеңбер сызылып болғаннан кейін мен қайтадан әуелгі үшбұрышқа барып, бағанағы алып кеткен С-ды деген нүктелердің арасын өлшеп алам. С мен Д-ның арасын циркульмен өлшеп алам. Міне. Осылай циркульға С мен Д-ны келтіріп, мен былай көрсетейін. Өлшеп алдым екеуінің нүктеге тиетіндей. Бұл менде радиус. Сол радиусты жаңағы сәулемен шеңбердің қиысқан нүктесіне барам, мына нүктеге. Міне, осы нүкте менде С1 болып тұр. Осы нүктеге келем дағы, сол нүктені центр етіп, тағы бір шеңбер жүргізем. Міне. Осылай бір шеңбер жүргізсем, екі шеңбердің қиылысы нүктесіне менде D1 шығады. Міне. Содан кейін барып, сол қиылысы нүктесімен алғашқы сәуленің бас нүктесін мен қосатын болам. Яғни ОД нүктесі пайда болады. О бізде мына жер болады. Екеуін қосам. Қызылмен сызайын. Сол кезде менде бағанағы А бұрышы мына жерге О бұрышы болып көшіп келді деген сөз. Немесе мына О бұрышын А' деп ала салайын. Сонда менде А'. Міне. Тура қанша өлшем, сонша өлшеммен көшіріп алуға болады екен. Салу есептерінде керексіз сызықтарды кейіннен өшіруге немесе ыңғайлап шамдап алуға болады. Енді 5-ші есепті қарастырамыз. 5-ші есепте берілген түзуге, берілген бір нүктеден параллель түзу жүргізу керек. Осы А түзуіне параллель бір түзу жүргізу керекпіз. Ол үшін тағы да циркуль керек. Циркульді алам. Содан кейін А нүктесін центр етіп, осы түзуге дейінгі арақашықтықтан ұзындау ғып, арақашықтық деген түзуге дейінгі арақ қой, содан ұзындау ғып, мен радиус алып шеңбер жүргізем. Осындай бір шеңбер жүргіздім. Сол кезде менде шеңбермен түзу бір нүктеде қиылысты. Мынау А нүктесі, мынаны Б деп қояйын. Енді осы сол радиусты өзгертпей, Б нүктесін центр етіп, келесі бір шеңберді жүргізетін болам. Ол шеңбер менде А түзуімен қиылысады. Б нүктесін центр етіп, алғашқы радиуспен екінші шеңберді жүргізіп алам. Міне, екінші шеңберді жүргіздім. Бұл менде мына жақ түзудің келесі бір басымен С нүктесінде қиылысты делік. Содан кейін барып мен А мен С-ның арасын өлшеп алам циркульмен. А мен С-ның арасын өлшесем, міне, А мен С-ға тура келетіндей өлшеп алу керекпіз. Өлшеп аламда соны радиус етіп қайтадан Б-ға барам. Б-ға барамда жаңағы ең алғашқы шеңбермен қиылысатындай шеңбер сызам. Сол кезде ең алғашқы шеңбермен міне қиылыстым мына жерде. Сол қиылысу нүктесімен А нүктесін қоссақ, бізде алғашқы А түзуіне параллель болатын түзу шығуға тиісті. Сол кезде бізде бұны Б түзу деп алсам, А параллель Б-ға болады. А параллель Б-ға болады. Осылай сызуға болады. Өте жақсы тәсілдер, әрі қызық есептер.